Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, өз майында су құймай пісетін қазақтың ұлттық тағамы қуырдақ дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен жылқы еті, мендегі жылқы етімізді турап, жуып, тазалап аламыз. Ал ендеше бастаймыз. Қазанымызды отқа қойып, қыздырып, оның үстіне жаңағы жылқы етінің өзінің ішінде іш майы болады. Сол іш майын салып, қыздырып, өзінің ішінен майы бөлініп шыққанша осы отта қыздырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай майы шығады. Жаңағы салынған майларымыздың бәрі үстіп кішкентай болып қалады. Сол майдың үстіне туралып жуылған жылқы етін саламыз. Жақсылап салып, араластырып, бұқтыруға қоямыз. Бетін жауып, жарты сағаттай бұқтырып аламыз. Міне жарты сағат өтті. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің майын суын шығарып, өте әдемі болып бабында қайнап тұр. Осы кезде дәміне қарай тұзымызды саламыз. Мендегі жылқы еті тұздалмаған, жаңадан сойылған. Сіздер егер тұздалған болса, тұзын салмаймыз. Қара бұрыш саламыз. Бізде ет қара бұрышты өте жақсы көреді, тез тартып алады. Паприка қосамыз, тәтті паприка ұнтақталған. Енді тағы да бетін жауып бұқтырып қоямыз. Етіміз бұқтырылып жатқан кезде картошкамызды дайындаймыз. Тазалап жуып, осылай кептіріп аламыз да басқа ыдысқа майды құйып, қызартып, екі шетін қызарғанша, яғни сары түске енгенше картошкамызды қуырып аламыз. Бұл жерде картошка қатты пісіп кетпейді, тек сарғайтып осылай қызартып аламыз. Әдемі түс беру үшін, өн беру үшін осылай жасап аламыз. Міне картошкамыз дайын болды. Менде бір-екі картошкам сәл күйіңкіреп қалыпты. Етімізді көреміз. Міне өз бабында жай отта майын, суын шығарып қайнап жатыр. Ол бетіне пияз бен сарымсағымызды саламыз. Тағы да бұқтырып қоямыз жарты сағатқа. Міне өз бабында әдемі болып қайнап жатыр. Ендігі кезекте картоплымызды салып, тағы да жарты сағатқа картоплымыз піскенше пісіріп аламыз. Міне өте әдемі болып дайын болды. Жарты сағат өтті, яғни 30 минут өтті. Өзінің бабында жай қайнап, тәбетті ашып тұр. Қуырдағымыз, яғни қазан кебабымыз да деп атай беруге болады. Өте дәмді болып шықты. Үй жағдайында сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет, сау болыңыздар.